сіздер емделіп нәтиже көру үшін дұрыс түсінік келу керек. Адам ағзасын түсіну керек өзін. Біз бүкіл әлемді білеміз. Қай жерде қандай материя, қандай ұлттар тұрады, әр ұлттың елтаңбасына дейін, туына дейін білеміз, иә? Тілінде жаттап алдық әуелі. Бірақ не істей алмаймыз? Не білмейміз? Бәрін білеміз. Жердің астында не бар, үстінде не бар? Не білмейміз? Меңгеріп білмейміз. Нені? Әлемді? Нені? Өзіміздің ағзамызды білмейміз. Ағзамыз жарайды, мына айтпай-ақ қояйық. Қарапайым, өзі ішімізде не бар өзі? Бізде қарын бар ма, жоқ па өзі? Қойдыкінде сүйрей бар ма? Онда жоқ. Қарын бар деп ойлайсың ба, мынандай қарын? Адамда қарын жоқ қой. Қарын жоқ, мынандай боқ қарын жоқ. Асқазан. Оны ішек, арға кете береді ішектер. Ас ішек, толық ішек. Сонда мен жаңа сұрақ қойғаным, бүкіл мынау адам ағзасы, иә? Тұрмыз, жүйке, жүйеміз, міне лимфа айналым, қан айналым, мынау бүкіл сіңір бұлшық тұр. Осының барлығы енді бір-бірімен тығыз байланысты. Көлік сияқты, машина сияқты. Бір жер кетсе бәрі кетеді, иә? Дұрыс болмайды. Воздух жетпесе тұншығады. Бензин болмаса, оған су құя алмаймыз. Солай ғой, иә? Су араласып кетсе тағы жүрмейді. Сол сияқты мына бүкіл ағза бір-бірімен байланысты, бірақ бір нәрсеге тәуелді. Тәуелді болғанда бір нәрсе болмаса, мынаның бәрі жұмысын тоқтатады. Не болуы? Барлығына сұрақ. Өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Осы видеоны соядан тоқтатасыздар да, мені сақтап аласыздар да, жоғалтып алмау үшін. Сұрақ қойыңыздар. Не болуы мүмкін ол? Деп. Соны ізденіңіздер. ChatGPT-ден сұраңыздар. Атаңыздан сұраңыз, апаңыздан сұраңыз, дәрігерден сұраңыз. Не болды? Ағзаны жаңағы не ғой? Ми ғой? Ол миға керек. Компьютер, процессор тұр. Жүрек те керек. Жүйке жүйеміз де керек. Лимфа да керек. Бәрі керек, бұлшық ет керек. Бірақ осының бәрі бір нәрсемен қамтамасыз етіледі екен. Не ол? Қанмен? Міне дұрыс. Сіз образование қандай? Не? Медик. Көрдіңіздер ме? Өйткені мен дұрыс сұрақ қойып едім, сіз дұрыс жауап бердіңіз. Көрдіңіз бе? Олай шайнап бердім да мен сізге, көрдіңіз бе? Бір нәрсемен қамтамасыз етіледі дедім, не? Немен қамтамасыз етіледі? Ол түсінікті. Қанмен қамтамасыз етіледі. Жүйке жүйемен қамтамасыз етілмейді ғой, не? Солай ғой. Сонда міне қараңыздар. Біздің қан тамырымыз мынаның бәріне қорек әкелуші. Бауыржан. Сенің аяғың неге тартып жатыр? Неге үйіп жатыр? Неге белде грыжа? Неге запор? Қан тамырына қысылды. Қан тамыр, зат алмасу дұрыс емес. Көрдің бе? Енді сонда адамның өмірінде Алла біледі оны. Мен 100 жасайын ба, 80 жасайын ба, пайғамбар жасына жетем ба? Алла береді өмірді. Бірақ біз оны қалай өмір сүреміз? Сау салауатты ма әлде бейнеттеніп та? Осыған байланысты екен. Сонда біздің қан тамырымыз қандай болу керек енді? Қан тамырымыз қандай болған жағдайда біз проблема табамыз? Қандай болған жағдайда біз жақсы өмір сүреміз? Қысылған жағдайда? Не қысады оны? Қан тамыр. Нервтар? Жоқ, қан тамыр тұр не? Шланг дейінші. Осы енді бітіреді ғой. Холестерин, тромбы деген нәрселер бар, не? Ол қайдан болады? Холестерин сонда қарасаңыз. Ол неден пайда болады? Питанияда, тамақтанудан, ішкен суымыздан. Содан кейін лимфа айналым дұрыс болмаса, бойымызда суық болса, ол да проблема тауып береді. Сонда қарасаңыздар, көп нәрсе қан тамырға байланысты. Қан тамырден таза болу үшін ол суықпен жұмыс істей ма, жылумен жұмыс істей ма? Енді ішкі температура қандай болса, ол жылумен дұрыс көрдіңіз ба? Жылумен жұмыс істейді ғой, бәрі. 36-6-дан жоғары жұмыс істейді. Дене температура 36-6, ішкі пульсымыз 38-40. Ал біз не істеп жүрміз енді? Бізге бүйтіп айтады.
мужскойға, женскийға жылу бастаңдар дейді. Жылу ұстамаңдар дейді. Қыстың күні бір түрекемей жүреді. Жоқ, салқын болу керек дейді. Ол өте қате. Ауру содан болып жатыр. Ол бөлек тема. Көрдіңіздер ме? Қызық болса онда айтып береді. Сонда қазіргі біздің тақырып қан тамыр таза болса, біздің тамақтануымыз дұрыс салауатты болса, су жеткілікті болса, ұйқы дұрыс болса, жүйке жүйеміз дұрыс болса, лимфа жүйеміз дұрыс болса, біздің ағзамыз дұрыс. Бірақ осының бәрін қамтамасыз ететін қан тамыр. Қан тамырды таза ұстау керек. Дене жылу болу керек. Бауыржан, түсіндің бе? Неге аяқ тартылып жатыр? Дұрыс жүрмейді. Қысылған, грыжа, протрузия дейміз. Бәрі қысылған, бұлай ойнап кеткен. Мынадан дұрыс жүрмейді. Дұрыс жүрмегеннен кейін міне, мынау ең бізде, мынау шығыс Қазақстан болса, мынау батыс Қазақстан. Атырау сіздер, е? Мынадан шыққан КамАЗ, мынаған барғанға дейін шаршайды ғой, адам да шаршайды. Сол сияқты жүректен шыққан қан 20 секундта айлану керек. Мынаған дейін жолда қаншама кедергілер тұр. Аяқ суық. Ол қалай жүреді? Қан неше күнде жаңарады? 20 күнде. Өткенде айттыңыз. 120, мен дұрыс көрдіңіз бе? 120 күнде жаңарады. 4 ай екен. Мен жаңа неге сұрап жатырмын? Баланы неше айда тудыңыз деп едім? 9 айда дейді. Соны 9 күнде сыйғыза аламыз ба? Келмейді, 9 күнде бала туам дегенде келмейді. Әр нәрсені Алла тағала қойып қойған жүйе бар. Зат алмасу. Қан, мына қанымыз 4 айда жаңарып кетеді екен. Адамның бүкіл қаңқасы бәрі де жаңарып кетеді. Неше жылда? 4-5 жылда деген әңгімелер бар. Сонда біз бүгіннен бастап кірісуіміз керек екен ғой. Ертең бүрсі күні үйге барғаннан кейін реттейін тамақты, жаттығу жасаймын көктемнен бастап дегенім бәрі ол болмайтын нәрсе екен. Міне бастау керек. Сөйтеміз оятқан жылысын, шығамыз, оның бәрі жүгіреміз. сылтау, еріншектік, нәпсі. Тұр да жүр. Тұр да жаса. Дұрыс уақытымен тамақ іш, дұрыс ұйықта. Міне сонда мынаның бәрі дұрыс болады.